Сәлем баршаңызға. Бүгін тары туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақыл деп те атайды. Себебі тары қуаңшылыққа, аңызыққа және ыстыққа төзімді. Диқандардан көп күтімді талап етпейді. Ғалымдар тарының шығу тарихы 5-7 ғасырлардан тамыр тартады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден астам түрі өсетіні туралы да деректер бар. Бұл бағалы дақыл тұңғыш шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия мен Алтайда шыққан деген пайымдаулар алға тартылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабаларымыз ертеден білген. Сондықтан да артына кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген сөз қалдырған. Тарының тағам ретіндегі құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емді қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және ішек қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиетімен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар дегенді айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті, аллергияға әсер ететін глютен жоқ. В тобығындағы дәрумендерге, бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы өте зор. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда үйіп қалу қалдықтарын сыртқа шығаруда үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескерту: тарыны шамадан тыс көп жеуге де болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсер тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққанда жеуге болмайды. Тары бүйрекке және бүкіл зәр шығару жүйесіне жақсы көмектеседі. Ол бүйректі тазартып, құмды тастарды кетіреді. Әсіресе әйелдердің түрлі сырқатына бірден бір ем екенін білесіз бе? Циститті де тарының көмегімен емдеуге болады екен. Халық емі бойынша қуықтағы тастардан арылуға септігі тетін көрінеді. Тарыны емделу үшін үнемі пайдаланатындар 1-2 аптадан кейін-ақ ағзадағы тас құмға айналып, ол одан сайын еріп, несеппен бірге шығып, жоқ болғанын айтуда. Олай болса, тарыны емделу үшін қалай қолдану керектігін ары қарай тыңдаңыз. Ол үшін 1 бокалдай тарыны жылы сумен жуып, шамада 3 литрлік ыдысқа саласыз. Оған қайнап тұрған ыстық суды құясыз. Ыдыстың сыртын жылы орап қойыңыз. 1 күн тұрсын. Келесі күннен бастап қозғап, сұйықтықты кез келген мөлшерде ғана, қалған кезде су орнына ішіп жүріңіз. Суы таусылғанда тарының үстіне қайтадан қайнаған су құйып, дәл солай тұндырып пайдалануға болады. Жұмсарған тарыны күніне 1 ас қасықтан жесеңіз де артық болмас. Тұнбаны дәмі өзгергенше ішуге болады. Таусылған соң тары суын жаңадан қайта әзірлеңіз.